Бәріне сәлем тапқыр достар. Білім көз арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте қызықты сұрақтар қоятын боламын. Сұрақтар әртүрлі жақтан болады. Біреуі космос, немесе жануарлар туралы. Арасынан өзіңізге пайдалы ақпарат та біліп аларсыз. Бастысы сізге қызық болса болды. Барлығы 30 сұрақ. Табуға 7 секунд беріледі. Қанеке, сен қоршаған орта туралы қаншалықты білесің? Осы видеода тексереміз. Видео бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны басуды ұмытпа. Ал мен бастаймын. Қанеке, бірінші сұрақ. Қытайдың астанасын таба аласың ба? С жауабы. Бұл Пекин қаласы. Қанеке, екінші сұрақ. Жердегі энергияның негізгі көзі қандай? Әрине бұл күн. Бүкіл энергия күннен келеді. Күн жүйесіндегі ең кішкентай планетаны тап. А жауабы, яғни Меркурий планетасы. Жер шарындағы аумағы ең үлкен ел қайсы? Әрине бұл Ресей елі. Химиялық элементтер кестесінде бей таңбасы нені білдіреді? Жауабы бор элементі. ақштың символы қандай жануар? А жауабы, яғни ол бүркіт. Әлемдегі ең тез жануар қайсысы? С жауабы, яғни гепард. Дүние жүзіндегі ең терең көл қай көл болып саналады? Ең терең ол Байқал көлі. Спагетти макаронының отаны қай ел? Бұл Италия елі. Мына жерде ең ауыр металл қандай? Әрине бұл осмий. Фобия деген не? Фобия деген қорқыныш, яғни бір нәрседен қорқу. Қандай жануардың тілі ең ұзын? С жауабы, керіктің тілі ең ұзын. Адам ағзасында ең үлкен мүше қандай? Әрине бұл тері. Жердегі ең ыстық жер қайсы? Өлім алқабы ең ыстық жер. ақштың қазіргі президенті қайсы? Джо Байден. Қайсы жануарда ең кішкентай ми? Гепард. Төмендегі құстардың қайсы артқа қарай ұша алады? А жауабы, калибри. Қай жануардың иіс сезу қабілеті ең өткір? Әрине бұл ит. Біздің галактикаға ең жақын галактика.
Андромеда галактикасы ең жақын. Галактиканың ортасында не тұрады? Қара тесік. Қай планета ең ыстық болып табылады? Әрине бұл Венера. Ең жақын болмаса да ең ыстық. Жердің ең терең нүктесі қандай? Мариана шұңқыры. Қай мұхит мына жерде ең кішкентай? Солтүстік мұзды. Төмендегі планеталардың қайсысы күнді ең қысқа мерзімде айналады? Бұл Меркурий. Ең жақын болған соң ең жылдам айналады. Жер бетінде ең көп таралған зат қандай? Ең көп таралған бұл су. Қай қала Италияның астанасы болып саналады? А жауабы бұл Рим қаласы. Әлемде ең аз тараған көз. Жасыл түсті көз ең аз тараған. Ресейдің символы қандай жануар? Бұл аю. Қазақстанның символы қандай жануар? Қар барысы. Білім көз арнасына тіркеліп лайк бастың ба? Бұл жерде 3 жауапты дұрыс болады. Қателеспедің. Міне достар, видео аяқталды. Видео қызық болды деген ойдамын. Өйткені сұрақтар оңайырақ болды және қызығырақ болды. Видеоны осы арнаға тіркеліп лайк басып қоңырау шанын басуды ұмытпаңыздар. 25-тен 30 тапсаңыз сіз жеңдіңіз. Ал келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.